Сәлем достар, бүгін сіздермен испанский чизкейктің рецептімен бөлісемін. Бұл чизкейк Сан-Себастьян деп аталады. Хит болған осы испанский чизкейкті сіздер де жасап көріңіздер, өте дәмді, нәзік болып шығады. Чизкейкті дайындау үшін бізге керекті құрамның барлығының мөлшерін описанияға жазып қалдыратын боламын. Алдымен ыдысымызға творожный сырды саламыз. Бөлме температурасында болу керек, жарты сағат бұрын шығарып қойсаңыздар болады. Одан кейін үстіне қантты қосамыз. Миксердің орташа жылдамдығымен жай ғана араластырамыз екеуін. Көп уақыт араластырудың қажеті жоқ, бастысы екеуі жақсылап араласу керек. Жан-жағындағы араласпай қалған бөліктерін осылай силиконды күрекшенің көмегімен араластырып жібереміз. Жұмыртқаны массамызға бір-бірден саламыз. Енді кукурузный крахмал не болмаса, ол жоқ болса, ұнын қоссаңыздар болады, бірақ негізі кукурузный крахмал қосқандарыңыз жөн болады. Үстіне сливкемізді құямыз. Сливкемізді де шамамен жарты сағат бұрын бөлме температурасына шығарып қою керек. Массаларымыз жақсылап біріккенше араластырамыз. Чизкейкіміздің қамырдайын осындай кішкене қоюлау болып шығады. Пешімізді 220 градуста қыздырып қоямыз. Формамыз дайындаймыз. Мұнда менде 18 сантиметрлік форма, соған осылай пергаментті ұзыннан төседім. Себебі қазір бізде үлкейген кезде жан-жағына ағып кетпеу керек. Бұл рецепт бізде 18 сантиметрге арналған. Егер де бұдан үлкен жасасаңыздар, онда сіздердің чизкейктеріңіз өте аласа болып қалады. Егер де 22 не одан көп жасағыларыңыз келсе, онда рецепті өзгертеміз, яғни 2 есе қылып қосамыз барлығын. Түзулеп жібереміз және 220 градуста 40-45 минутқа жібереміз. Чизкейкіміздің беті 45 минут өткеннен кейін міндетті түрде осылай күйеді. Енді бұны біз міндетті түрде бөлме температурасына жібереміз. Яғни толығымен суы керек. Толығымен суғаннан кейін бірнеше сағатқа ортасы қатуы үшін холодильникке салып қоямыз. Содан кейін осылай кесіп көрсеңіздер болады. Өте дәмді болып шығады, өте ерекше дәмі, жасап көріңіздер. Сіздермен болған мен Жаннұр, менің каналыма тіркеліп, лүпіл басып өздеріңіздің пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар.